Ер жігіт саған үміткер болып келді. Ол менен ештеңе шықпайтын, енді бізде халықта өзіңде барлығын түсіндің. Бірақ таныстық неге жалғасты? Ой болды да, арам ой дейінші, енді ер жігіт мені кешіреді тұрар. Кешірер деп ойлаймын. Просто Серік именно ер жігіттен қатты қызғанады. Бұл Серіктің үйінде болды, үйінде тірлік істеді деген эфирде көп рет айтылды, иә. Бұл туралы папаңның ойын білгім келеді де менің. Бүкіл әулеттің алдыятқа қалдырдың, қара бет қалдырдың деген сияқты. Мен оның әке-шешеме мен ренжи алмаймын. Өз-өзіме қол жұмсағым келгенде мен негізі жаман ойлар, арам ойлар миыма келген сосын. Реклама кезінде біз бұлбұлды жоғалтып алдық бір кезде. Сосын женский туалетте бұлбұл кәдімгідей истерика жасады. Мен өз-өзім ұстай алмаймын да. Айтады, ой, истеричка, психичка деп бәрін айтады, бірақ енді 4-ші сезонға қатысушы болып келудегі мақсатың Серікті қайтару или ұмыту? негізі мен Сәлем, не әңгіме YouTube жобасын жібермей көретін көрермен. Бүгін бізде сұхбатта бұлбұлмен бір ашық әңгіме айтатын боламыз. Танымайтындарға Қосылай жобасының 3-ші және 4-ші сезондарының қатысушысы Бұлбұл, қош келдің. қош көрдік. Соңғы болған жағдайлардан бастайын бірден. Ер жігіт саған үміткер болып келді. Ол менен ештеңе шықпайтын, енді бізде халықта өзіңде барлығын түсіндің. Бірақ таныстық неге жалғасты? Енді ситуацияны көрдіңдер, последний ситуация кезінде мен қатты вышла из себя деп айтады ғой. Максимально я хотела отвлечься от всего этого. Я думала, ер жігіт мне поможет. И ер жігітпен сөйлесіп, мен хотя бы алданатын шығармын из-за одного, менде мынандай бір жағынан ой болды да, арам ой дейінші, енді ер жігіт мені кешіреді тұрар. Кешірер деп ойлаймын. Просто Серік именно ер жігіттен қатты қызғанады. Алдыңғы сезон, 3-ші сезонда білсеңдер, ер жігіт екеуміз ортаға шығып өлең айтқан кезде Серік, короче, жынданып, ол сразу айданамен бастап береді, ол мен одан қызғанып, короче, сондай ситуациялар болған. И мен ойладым, ер жігітпен мен шынымен де если ұсынысын қабылдасам, Серік қызғанатын болады. И мен назло жасаймын деп ойладым да, короче. И назло мен наоборот делала себе. Ну, по-любому у тебя получилось. У меня получилось. Алаяқ. Серік екеуің видеоларың астында комментарийлардан оқып қалдым. Енді бұлбұл манипулятор, жылап, сықтап, енді Серікті өзіне қайтарды деген пікірлер бар. Насчет манипулятор деген ол шындық. Мен манипулятормын, маған кейде, егер мен осылай істесем, Серік по-любому артынан келеді деген сияқты кейде менде ойлар болады. Мысалы, Айдананың туған күнде болған ситуациялар болса, я знала, что егер мен шығып кетсем, Серік мен артынан шығатынын білдім мен. Егер енді, потом енді 50-50 болды по-любому. Мен шығып кетсем, ол егер мен артынан шықпаса, значит, все на этом. Мен, значит, Серікке мүлдем керек емеспін, значит, ешқандай надежда жоқ деген сияқты. Менде бір на риск кеттім да. Мен шықтым, артынан келді. Значит, у него уважениеден бөлек маған деген чувствосы ма, бірдеңесі бар деген менде ой болды да, и начала как-то по-другому действовать дейді. Ал эфирдағы жылаулар, олар тоже сондай бір манипуляция? Жоқ, эфирдағы жылау манипуляция емес. Ну что, мысалы, эфирде өзің отырасың ғой. Яғақта Сұлтанбек өлең ойнап отқан кезде какой-то атмосфера жат, атмосфера басқаша болады и өзімен өзі жылаймын. Мысалы, мен ең бірінші жылап бастадым, 4-ші сезонға келген кезде екеуің, Айжан екеуің таптым ау сен деген жүрегім ауырып кетті да. Өзіме өзі, хотя маған ешкім жылауған да бір себеп берген жоқ та, мен өзім мындай атмосферамен бірге, эфирдің буымен мен өзім жылап жібердім. И все же с этого началось. Сен жыладың, 2 жыладың, 3 жыладың, сен Серікті солай жылап шақырып алдың дедім да. Хотя мен оны мен жылап жатырмын, Серік қарашы, маған келші деген мен оймен жылаған жоқпын. Ол эмоция чисто. Бұлбұл Серіктің үйінде болды, үйінде тірлік істеді деген заттар эфирде көп рет айтылды, иә. Ол эфирден үйіндегілер де көрген шығар деп ойлаймын. Бұл туралы папаңның ойын білгім келеді де менің. Енді үйіне барып танысқаным жайлы біледі. Менің мамам да папам да біледі. Просто танысқаным жайлы болды. Ал сол болған эфирлардан кейін папаң саған бір нәрсе айтпады ма? Енді маған мама да папа да өте қатты ренжіген еді. Мен ана Серік қатысушы болып келді ғой. Қатысушы болып келген күні мен әбден жылап, сықтап, айқайлап, бүкіл эмоциям бәрі шығарған кезде үйдегілер маған өте ауыр сөздер айтқан еді. Сен біздің ұятқа қалдырдың, бүкіл әулеттің алдында ұятқа қалдырдың, қара бет қалдырдың деген сияқты. Мен ол әке-шешеме мен ренжи алмаймын, өйткені мен расымен де ол іс-әрекетіммен мен оларды бір саты болсын басқа адамдардың алдында мен төмен қылып қойдым да. И мен ол үшін әлі кейде өкінемін, бірақ ол менің шынайы эмоциям болды. Мен мамам, и сол кезде мен өзім байқадым ғой, эфирде мен келмей қалдым бір күн.
мен вроде сол эмоциямды айтқаннан ортаға шығып жарайды бәрін мүмкін реттестіремін деп кеттім, үйге кеткен соң мен анаммен сөйлестім, анамның мынандай сообщениесін көргеннен кейін мен бітті деп ойладым. Бітті, мен ешкімге керек емеспін, мен енді бір болады ғой, бір кругтың ортасында изгой деген сияқты болды ғой, мен все ешкімге керек емеспін, мен қара бет қылдырдым, мен жаман қызбын деген сияқты установкамен миыма кірді. Мен негізі хотела өз-өзіме қол жұмсағым келгенде мен негізі жаман ойлар, арам ойлар миыма келген сол сәтте. Одан кейін маған өзім редакторларым хабарласып атты, Серік звондады, өте көп адамды звондаған, мен просто телефонын өшіріп тастадым. Не істеймін деп бір күн бойы жаттым, ойланып. Не істерін білген жоқпын, просто андай бір ситуация. Бірақ өз-өзіңе қол жұмсамадың? Жоқ. Эфирде Серікпен айырылысқан кезде айттың, себебі Серік маған көзіме шөп салды дедім. Мен оны кеше алмаймын деп айттың. Біз бірақ Серікпен сұхбат жасаған кезде айтты, ол біз ол кезде отношениеде болған жоқпыз деді. Бұл қаншалықты рас? Енді Серік оны эфирде былай айтқан еді. Бұл как и удобно, она так и видит деп эфирде айтып еді. Мүмкін оның ой солай шығар, енді мүмкін мен утрированно қарап отқан шығармын бүкіл ситуацияға. Просто ол жерде видео болды. Ана қыз маған жіберген видеолар болды. Серіктің үйіндегі видеолар. Ничего. А то, что... Сен кружка деп айтқансың. Кружканы көрдім, ана горшоктағы гүл бәрін. Содан кейін ойладым, менен басқа қызды ол үйіне кіргізіп жүрсе, демек, ол қызға да бір басқаша ой бар ма екен деген сияқты менде андай қызғаныш та болды, бәрі де болды. По-любому, егер мысалы мен Серікпен айырылысып кеттім екен деп, басқа жігіттермен қыдырып, басқа жігіттердің үйлеріне барып жүре берсем, Серік мені одан кейін кешірер ме еді? Серік мені өлсе де кешірмейді, Серік мені даже қабыл алмайтын еді. Адам құрлы көрмей кететін еді. Мысалы Серік, мен білетін Серік ол істейтін еді. Ал мен ситуациямда, даже если біз ұрысып қалсақ та, енді қанша мен түбінде бойласам, по-любому қосыламын ғой деген сияқты ұрысасың. Сол ұрысып қалған моментте неужели басқа утешение сияқты басқа қыздарға кетіп қалу керек деген сияқты менде сондай болды. Неужели солай ол басқа қыздармен сөйлесіп кетеді? Бір ұрысып қалған кезде сондай соншалықты тастап жібере ме өзін деген сияқты менде реніш болды да, и солай эфирде соның бәрі айтылды. Негізі по факту келген кезде ол шынымен де сол қыз екеуің в отношениях кезінде болған үйінде. Менің ойым бойынша солай. Менің өзім күдігім бойынша, өзімнің жасап алған дәлелдерім бойынша солай деп ойлаймын. Ол жағын сен Серіктен сұрамадың ба толық? Мен Серіктен сұраған кезде это было до тебя деп маған түсіндірді. А мен жақтан я либо этот факт принимаю, либо ухожу от него. Я приняла. Все. Жақсы. Эфирде реклама кезінде біз бұлбұлды жоғалтып алдық бір кезде. Сосын женский туалетте бұлбұл кәдімгі истерика жасады. Ол жерде Серік болды, есікті ашамай жатқан, жұлқылап атқан. Сол кездегі сенің іс-әрекетің қандай? Ол кезде қосылмаған едіңдер. Ол кезде қосылған жоқ едік. Маған каждый Серіктің новый қызға көз қарасы, новый қызбен сөйлесіп бастайын деп жатқаны бәрі маған эфирде негізі ауыр болды. Но я как-то выдерживала. И сол күні Даниярдың үміткеріне Жансаяға танысып көрейік деп айтқан кезде мен уже быт-шыт болып бастадым. Мен, как обычно, мен өз-өзім ұстай алмаймын да. Айтады, ой, истеричка, психичка деп бәрін айтады, бірақ енді шынайы эмоция адам жақсы көргеннен кейін обидно болып тұрды да. И реклама кезінде мен туалетке бардым, сол жақта өкіріп талып жылап аттым. И редакторларым бәрі әйтеуір туалетке келді, содан артынан Серік те келген. Мені хотели они успокоить максимально. Сен бірақ туалет несін құлтап аласың? Иә. Серік есі жұлқылап алар? Иә. Мен ашқым келген жоқ. Бұл жердегі цель? Просто выплакаться, наверное. Бақырып жыладым, мен сыртқа шығып бәрін көз жіберіп жылап отқанша туалетке барып жылаймын деп ойлағанмын. Просто так жыладың? Иә, ну чон жыладым. Біз вообще басқа нәрсе ойладық негізі ол кезде. Жарайды. Ондай жағдайлар өмірде қайталанды ма? Сол эфирде. Өзі үйіңде, мысалы, ата-ананың үйінде бірге тұрып отырған кезде. Жоқ. Тек қана сол эфирде ғана болды. Как я начала вообще отношения? Менде осындай трабл дейді ғой, короче, адам миында неше түрлі ауытқу ма, не сондайлар басталып кетті. Мен өзім білген жоқпын, что я на такое способна дейді ғой, мен осылай адамды жақсы көре алып, осындай жаман, дұрыс емес әрекеттерге бара алатыныма мен енді сол кезде ғана байқап бастадым да. А до этого я была, как говорится, бәрібір болады ғой адамдарға. Кім не істеп жатыр, кім қалай істеп жатыр. Даже если бір жігітпен мысалы, по-любому қыз болса сөйлесесің, а ол жігіт
жоқ бірдеңе деп дұрыс емес қадамдар жасап қалсам, маған было все равно до них. Қалай сөйлейді, не, даже подругаларыма да иногда болады. Бәрібір сияқты относиться ететін. Наплевательски дейді ғой. Екі рет айтылсыңдар, екі рет қосылдыңдар. Бұл отношенияның соңы қалай болады деп ойлайсың? Интуиция. Если честно, басындағы айырылысып қосылып жүрген кездерде енді ең басты үшінші сезонда біз айырылысқан кезде енді үлкен мәселемен айырылысып кеттік қой біз. Точнее, жазда айырылысып кеткен кезде. Сол қандай мәселе сол? Жазда біз Серік екеуміз енді жақсы сөйлесіп жүреміз. Одан кейін мен ол қателік бірінші менен басталды. Менің подругам мені бір отырысқа шақырады. Жақын араласып жүрген подругам. Отырысқа шақырады, осы жерге кел, бұл біздің бәріміз дос балаларымыз отыр, қыздар отыр, бәрі осы жерде тамақ ішіп, әңгіме айтып, көңіл көтеріп отырайық. Ал мендегі мынандай ойда, қазір мен Серікке айтсам, Серік мені бәрі жібермейді. Мен қазір өз достарыммен қыдырып қалғым керек деген сияқты бір арам ой болды. Ақымақтық ол расымен де. Барып қыдырып қайтпайын ба деймін да, Серік яспайды деп айтамын да, подругаларыма барам. Сояқта отқан жерімде подругаларым тұрады да, маған былай сұрақ қояды. Серік қалай өзі? Біз Серік туралы бір информация білеміз ғой деп маған сондай сұрақ айтады да. Не информация? Маған да айтыңдаршы. Әйтпесе Серік үнемі маған бірдеңе ұрсып предъявлять етеді. Я тоже хочу оған предъявлять бірдеңені етуге деген сияқты мен оған түсіндіріп айтамын. И өзім соған сөйтіп оған предъявлять мен де сөйтіп айтайыншы деп жаңа подругама айтамын. Айтпаймыз деп отырады да. Сосын айтсаңдаршы не информация? Сосын дос балам айтады. Бізде бір информация бар, үлкен ақпарат бар, ол туралы. Мен енді қызығып интерес қалып сол кезде айтамын. Мен де оған предъявлять етейін. И потом Серігімізде бәрі жақсы. Одан кейін Серікмен екеуміз кездесеміз. Сол ситуациядан кейін ол күн өтіп кетеді. Кейін мен Қапшағайға қайтып кетемін. Сосын бір-екі күн өткеннен кейін Серік мені Алматыға шақырады. Бошкон кел, осылай жарайды деп мен Алматыға барамын. Отырады, где ты была в четверг деп айтады. И мен сразу үндемей түсініп, в смысле деп бастап тұрдым. Хотя я уже понимала, что он знает деген сияқты. И мойындадым артынан кейін. Осылай достармен көңіл көтеріп тұрады да, енді ашумен. И тұрады да, оказывается, сол кезде менің подругам мені видеоға түсіріп отқан екен. И видеоға түсіріп Серікке жіберген екен. Мен жақын подругам. Сол кезде сендер айырылысып кеттіңдер. Сол себеп үшін біз айырылысып кеттік екі жақтан. Бұл жерде подруганың мақсаты не? Енді подруганың мақсатын нақты білмеймін, бірақ қыста вообще мен Қосылайыққа келмей тұрып, қыста мен подругам жігіт екеуміз үлкен дау болып ұрысып қалған едік. Сол кезде маған подругамның жаңағы жігіті жазып сөйтіп жүрді, бірақ біраз уақыт өткеннен кейін ана жігіт екеуі подругамен қайттан қосылғаннан кейін бұлбұл маған жазып жүрді. Бұлбұл мен ұнатқан деген сияқты әкелген ба, сондай бірдеңе қылып келген. Треугольник болды ма? Иә, треугольник қылып жүрді. И бұл маған сені осындай жамандады, осылай деген сияқты әңгімелер болған екен де, енді ашып айтсам, это өте үлкен мәселе болады. Және де подругам оны жаңағы сен мен туралы мен жігітіме айтып бердің, мен де сенің жігітіңе сен туралы жаман заттарды айтамын деген сияқты мен Серікке сондай видео түсіріп жіберген деп ойлаймын. Месть. Иә, месть сияқты ғой. Око за око, короче, сондай болды да. Түсінікті. 4-ші сезонға қатысушы болып келудегі мақсатың Серікті қайтару или ұмыту? Негізі мен білмеймін. Жауап бере алмаймын. Бір жағынан андай болады ғой, мен ұмытамын деп келесің да, бірақ вдруг Серікке қалса деген сияқты ойлар болатын еді менде. Кейін енді біз жазда сол ситуация болды ғой, біз кәдімгідей айырылысып кеткен едік та Серікпен. Одан кейін бір-екі күн өткеннен кейін, 3-4 күн өткеннен кейін ба қайттан Серік екеуміз табысып, қайттан сол ситуация болған 3-4 күннен қайттан қосылып алдық. Одан кейін қайттан айырылысып кетеміз, жаз бойы сөйтіп жүрдік. И бір кезде мен үйде жатамын, мен Алматыға бару керек боламын. Серік маған Алматыға келген кезде хабарлас деп айтады, мен жарайды деп айтамын, Серік трубкасын алмайды, короче. Мен күні бойы звондаймын. Алматыға жетемін, Алматыға барамын, Серік трубкасын алмайды. Әйтеуір кешке дегенде өз әрең деп трубкасын алады, мен ауырып жатырмын, я никого не хочу видеть деп айтады да маған. Осымен түрінде бәрі дұрыс па, не болып қалды, жағдайым бәрі дұрыс па, мен оны сөйтіп сөйлесіп бастаймын. Бұлбұл деп бастайды да, мен сразу звондаймын, уже жүрегім бірдеңе сезіп тұрды да, трубканы алған кезде. Жаңағы сол подругамның айтқан заттары, жіберген видеолары оның көңілінде тұрып қалған екен да, кәдімгідей. И мен
бұл заттарды типа кешіре алмаймын деген сияқты болып, ол маған солай айтты. Мен я не могу жить с этим деп маған солай түсіндірді. Сосын сол кезде мен бәрін тыңдап тұрдым да, енді жыладым, қиналдым, не істеймін енді, мен тура мен саяхаттың бойында тұрмын ғой, не істерімді білмеймін. Жазда жалғыз өзім өкіріп жылап, не істеймін енді, менде басқа амал жоқ қой. Жоқ, бірақ бұл біз жақсы дос болып қаламыз, саған егер қиындық көмек керек болса, ты можешь в любой момент ко мне обратиться деген сияқты әңгіме айтты. Сосын мен не істеймін, амал жоқ, үстімірге қайтадан өзім қалама қапшаға қайтамын. Хотя я приехала ради того, чтобы с ним встретиться. Ол сөйтіп осымен бәрі бітсін, а то в общем сен жақсы қылсың деген сияқты Серік менімен отношениесін тоқтатады. Бәрі бітеді. Одан кейін сен эфирға кел. Жоқ. Жоқ. Одан кейін мен кетемін. Одан кейін басталады. Бәрі содан басталады. Осы екеуміз окончательно отношения тоқтатамыз. И одан кейін мен кейбір заттарға мен принципиальмын да, допустим, подписка в Инстаграме деген заттарға мен принципиальмын. И бір кезде сол екеуміз айырылысқаннан кейін үйге барып телефонымды қарасам, Серик от меня отписался. И мен тұрамын да, в смысле он от меня отписался, короче. И мен тұрамын да сразу Серикке звондаймын. Хотя енді біз айырылысып кеттік окончательно, звондаймын да Серикке. Досым деп енді прикалывай енді, дос болып қалайық деп айтты ғой. Досым, ты что от меня отписался десем, ты пойми, смотрю, ты время не зря проводишь деп. Мен түсінбеймін. Сөйтсем мен историяман бір апаммен отырған, апамның қолын салып қойған, ал апамның қолы еркектің қолы сияқты көрін қалған. И мен чарында түскен бір фотоларым болады. Сосын тұрып, в смысле десем, осы ситуацияларды айтады. Сосын мен тұрамын да, и что деп, короче, айтамын ғой, ты пойми то, что мне тоже нелегко дейді. И мен сол кезде түсінбеймін да. Енді Серік екеуміз дос боламыз деп шештік қой, подпишись деп, короче, енді айтамын енді, әйтеуір Серікпен бір какой-то связь сақтап қалудың бір мақсат қой менде. Сосын, ладно дейді да, подписаться етеді. И мен үйде отырып өкіріп жылаймын жаңағы, Серік, мне тоже нелегко деген сөз. А так мен оны Серікті бір жауыз сияқты қабылдап қалдым да сол моментте. Все, бұл мен сенімен бірге болғым келмейді деген жаман-жаман айтып жүрді ғой. Оказывается, оған тоже больно деген сияқты, ол да қызғанады екен ғой деп сондай оймен. Кейіннен ертеңгісі күні 3 күн өткеннен кейін мен 30 июль айырылысып кетеміз. 3 август мен подругалармен Алматыға қыдыруға барамын. И түнде енді қыздар сондай әдеті бар ғой. Түнде Серікке я тебе ненавижу деп жазып жүремін. Сен малсың, сондай жаман қылып сообщение жазып жүремін. Сосын ол тұрады, а я тебя обожаю деп жазып жүреді. Сосын мен түсінбей қаламын. Сол кезде әңгіменің барысы кетіп қалады да, бұл деп айтады да, я тебя люблю деп айтты. 3 ай біз Серікпен жүрдік, 3 айда ол маған бірде біледі, я тебя люблю деп айтпаған да. Мен одан любишь десем, жоқ, не люблю. Егер мен шынайы жақсы көрсем, мен сол кезде бірақ айтамын, я тебя люблю, это для меня үлкен сөз деп айтатын да. И мен сол кезде сообщениесін көремін, я тебя люблю деген сөзін көргеннен мне вообще стало тяжело. Біз айырылысып тұрып, получается, біз бір-бірімізді жақсы көріп тұрып, бірге бола алмаймыз ба деген сияқты өкінішпен мен қатты жылап бастадым. И сөйтіп 4 август Даниярдың туған күні болатын болды. Даниярдың туған күні Серікпен де бағдай аманымыз түзу болып қалды. Сосын мен Қапшағайға келіп Алматыға барған кезде ты меня встретишь, бірге барамыз деп айтамын. Хорошо деп. Сөйтіп туған күнге Данияр туған күніне бірге барамыз. Туған күнде бір жігіттер жүреді анда-мында. Енді мендегі тағы да ой, қазір мынау көкем мені қызғанам екен деген сияқты ой. Естественно, далаға шығамын. Далаға бір балмен сөйлесіп тұрсам, мына көкем жетіп келген, көзі қызарып кеткен, жынынан не істеп тұрсың деп, короче, Серік келеді. И сол кезде Серікпен біз ашылып сөйлестік. Сол кезде бірінші рет 3 ай жүрдік, бірақ 3 ай жүргеннен кейін сол Даниярдың туған күнінде біз бірінші рет бірімізге шынайы бұлбұл, шынайы Серік болып ашылып сөйлестік. Что мы чувствуем действительно к друг другу дейді ғой. Сол кезде айтты, что ему тяжело, что негізі то, что он меня любит, мен сол кезде түсіндім. Ол туған күнде не жайттар болмады. Содан кейін біз сондай жақсы қарым-қатынаста қалдық Серік екеуміз. Бірақ по-любому енді ойда болады ғой, что мен Серікке айттым, не істейміз? Осылай бірімізді жақсы көріп тұрып, осылай екі жаққа кете береміз ба? Бұл давай просто бірімізге уақыт берейік. Если мы нужны, мы сами придем к этому деп айтты. Біз қазір емес только деді, қазір емес, бірақ біз ақырындап осы бірге болуға, екеуміз бірге келуіміз керек деді. Сол зат қонады, сөйтіп біз бірге боламыз дегеннен кейін мен ары ойланып мүмкін оңға дұрыс шығар, мүмкін қазір все оставить на воздухе, поплывем по течению деп екеуміз екі жаққа кеттік. Сосын сен эфирға келдің. Сөйтіп мен эфирға келдім. Түсінікті. Айданамен дос болдың, сырлас болдыңдар, бір-біріңмен сырластыңдар, әдемі болып, бірақ кейіннен эфирда қырылдыңдар. Қазіргі жағдайларың қалай араланды? Қазір Айданамен просто аманымыз түзу. Я мен Айдананы сыйладым. Я ей доверяла дейді ғой. Көп адам білмейтін нәрселерді Айдана біледі. Именно Серік екеуміздің арамызда болған мәселелерді көбісін Айдана біледі. Соның бәрін біле тұра, қалай мен
қызғанатынымды біле тұра Айдананың сондай іс-әрекеттері маған қатты ауыр болды да. Бірақ Айдана айтады, Кумаш, бұл мы же просто друзья деген сияқты әңгімелер болады. Серік ол іс-әрекетті мен білмеймін, ол мені қызғандыру үшін жасай ма или шынымен де бір басқаша оймен жасай ма білмеймін, бірақ екеуі де біледі, то, что мен қатты қызғанатынымды біледі, бірақ бәрібір сол іс-әрекетті жасайды. Это ол адамдардың маған деген уважениесі деп білемін. Болды. Мен солай вывод қана жасадым. Эфирдан кейін барып, қандай жұмыс істеу мақсатың бар? Мамандық бойынша ма, әлде бір басқа жұмыстарың бар ма? Мен қазір енді ЖМП-да оқып жатырмын, высшыға, енді мұғалім саласын. Мен негізі студия ашқым келетін, балалардың студиясын. Бірақ мен енді пока өзімде опытым да жоқ, бірақ я думаю, что мен балалармен общий язык таба аламын. И әншілік болсын, фортепиано болсын, балаларға үйреткім келеді негізі. Егер тұрмысқа шығып жатсаң, эфирдан кейін сол нәрсемен айналысасың. Иә, Серік, студия ашамыз ғой Талғарға деп отыр. Құрметті көрермендер, осымен біздің сұхбатымыз тәмам. Сіздің ойыңызда жүрген сұрақтарға жауап бердік деп ойлаймыз. Интервью ұнаса лайк басыңыз, ұнамаса комментарий жасаңыз болады. Келесі сұхбатқа кім келсін, астына жазыңыз. Учетский сіздермен бірге.